Баршаңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін өте оңай, тез дайындалатын түшпәрә сорпасын ұсынамын. Мен түшпәрәні алдын ала бүгіп, тоңазытқышқа салып қойып қоям қатырып, кез келген уақытта алып, пісіре салуға дайын болады. Менің каналыма жазылып, тіркеліп, комментария қалдыруларыңызды сұраймын. Ары қарай кеттік. Барлық затымызды жуып, туралап, бәрін дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға жуамыз бен тұзымызды салып қуырамыз. Артынан сәбізімізді саламыз. Болгар перецімізді саламыз. Жақсылап қуырып алған соң мен картопымды суға салып, туралап салып қойып қоямын. Өйткені крахмалы бөліну керек. Қыздар қуыруға өте қатты мән беріңіздер. Себебі ырғағымен, өзінің бабымен қуырылған көкөністер дәмін береді. Сорпамыз дәмдірек болады. Пельменді алып, суға салып, май құйып жей салуға да болады, бірақ та осылай жақсылап істеуге де болады. Тәтті болады. Жаңа картопымызды алып, ары қарай саламыз, қуырып алып, бабымен суды құямыз. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай су қайнағаннан кейін дәмдеуіш сеуіп, қосып, түшпәрамызды араластыра отырып, пісіріп, дайындап аламыз. Дайын болған түшпәрамызды соңына қарай аскөк салып, дәмдеуіштерді салып, дайындап, асымызды ұсынамыз. Өте оңай әрі дәмді, тоғымды тамақтың түрі. Дәмдеріңіз тәтті болсын, астарыңыз бақуатты болсын. Жасап көріңіздер менің рецептім бойынша.